Иттің әйелге адал болғаны сонша баланы өзімен бірге қалдырып, тез дүкенге барды. Ол үнемі қайтып келіп, итпен ұйықтап жатқан баланы көреді. Қайғылы нәрсе болды. Әйел әдеттегідей сәбиін осы адал иттің қолына қалдырып, дүкенге барады. Қайтып келгенде қорқынышты көріністі көреді. Нәресте бесікте жоқ. Жаялықтары мен киімдері жыртық. Жатын бөлмесінде қандақтары бар. Шошып қалған әйел баланы іздей бастайды. Кенет кереует астынан қанға боялған адал итті көрді. Енді ғана жеп қойғандай аузын жалайды. Әйел иттің баласы жеп қойғанына сенімді болған. Ол ойланбастан итті ағашпен тұншықтырып өлтірді. Содан кейін тергеу ұлының денесінің кем дегенде бір бөлігін іздеуді жалғастыруда. Кенеттен ол басқа көріністі көрді. Төсектің артында кілем үстінде қуанып отырған жалаңаш сәбиді. Әйел төсек астынан жыланның жыртылған денесін тапты. Бұл жылан мен иттің кескілескен шайқасы болды. Ит баланы зұлым жыланнан қорғау үшін күрескен. Енді тым кеш болды. Өйткені ол шыдамсыздығы мен ашуы мен адал итті өлтірді. Жағдайды бағалауға уақыт бермес бұрын біз қаншалықты жиі адамдарды ауыр сөздермен соттаймыз және олар туралы өтірік айтамыз. Жағдайға түсу үшін әрқашан шыдамды болыңыз және бізді төмендететін қателіктерден аулақ болыңыз. Құрметті көрермендер, егер хикаямыз сіздерге ұнаған болса, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.